Құрметті солтүстік қазақстандықтар мен облыс қонақтары. Жыл басынан бері солтүстік Қазақстан облысында жол-көлік оқиғаларының салдарынан 24 адам қаза тапты. Оның ішінде 2 кәмелетке толмаған. Қаза тапқандар мен жарақат алғандармен болған жол-көлік оқиғаларының фактілері бойынша 67 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелді. Қайғылы оқиғаның негізгі себебі жылдамдық режимінен асыру, қарсы бағытқа шығу, маневр жасау қағидаларын бұзу, сондай-ақ алкогольдік масан күйінде көлік жүргізу болып табылады. 41 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Негізінен оларға 2,5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Жол-көлік оқиғасы бір және одан да көп адамның қаза болуына әкеп соққан жағдайларда 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру көзделген. Есіңізде болсын, апаттардың алдын алу үшін жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау керек. Мас күйінде көлік жүргізбеңіз, қатты шаршасаңыз, көлікті басқармаңыз. Үйде сізді жақындарыңыз, көтеде сіз өзіңіз үшін ғана емес, қозғалыстың басқа қатысушылары үшін де жауаптысыз. Өзіңізді қорғаңыз.